Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бағдарламадағы негізгі міндеттердің бірі оқушыларды жазылым түрлерін әлеуметтік ортада қолдана білуге үйрету. Бейнесюжетте жазылым дағдысының оқу мақсаты мен оны жүзеге асыру жолдарына тоқталып өтеміз. Ғылыми еңбектерде жазылым ойыңды басқа біреуге түсінікті болу үшін қағаз бетінде сауатты жеткізе білу, жазылым продуктивті дағдылар қатарына жатады деп берілген. Алайда оқу бағдарламасында оқушы мәтіндерді сауатты жазумен ғана шектелмейді. Пәндік бағдарлама аясында әртүрлі стильде мәтіндер құрастыру, эссе жазу, көркемдегіш құралдарды қолданып жазу, мәліметтерді жинақтау сияқты дағдылар дамытылады. Бейнесюжеттегі тапсырмалар спорт және денсаулық күтімі бөлімі аясында қамтылатын мәліметтерді жинақтау оқу мақсатына бағытталған. Жазылым дағдысын дамыту кезеңдерін шартты түрде үшке бөліп қарастыруға болады. Жазылымға дайындық, жазылымнан кейінгі кезеңдер. Берілген мақсатты жүзеге асыру үдерісі келесідей қадамдардан тұрады. Тақырып бойынша мәліметтерді жинақтау, бұл жазылымға дайындық кезеңі. Жинақталған ақпаратты тиісті бір формада ұсыну, жазылым кезеңі болса, ұсынылған мәліметтерді бағалау, талдау, жазылымнан кейінгі кезең. Мәліметтерді жинақтау, тыңдалым және оқылым материалдары негізінде жүргізіледі. Бастапқы ақпарат мағыналық бөліктерге бөлінеді де, негізгі және қосымша ақпарат ажыратылады. Тірек сөздер мен тіркестер белгіленіп, негізгі ой ықшамдалады. Мәтінде тілдік өзгерістер енгізіледі. Жаттығу түрлері: кілтті сөздерді анықтау, перифраз жасау, синонимдер келтіру, әртүрлі мағыналық бөліктен алынған ақпаратты логикалық бірізділікті сақтай отырып біріктіру. Жинақталған мәліметті барынша қысқа беру үшін лексикалық, грамматикалық бірліктерді дұрыс таңдай білу, қайталауларды, бірыңғай сөйлем мүшелерін жалпылауыш сөздермен алмастыру, сөздерді синонимдермен алмастыру, бірнеше жай сөйлемді құрмалас сөйлемге немесе құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемдерге айналдыру жұмыстары жүргізіледі. Презентация жасау формасын таңдауда тақырып пен бастапқы ақпарат мазмұнының ерекшеліктері ескеріледі. Назарларыңызға жинақталған мәтінді тезис пен схема түрінде ұсыну жолдары үлгі ретінде ұсынылып отыр. Мәтіннің бастапқы нұсқасына талдау жүргізіліп, негізгі ақпарат пен кілтті сөздер іріктелгеннен кейінгі шыққан өнім назарларыңызда. Жазылымнан кейінгі кезеңде тапсырма нәтижелері бойынша ой бөлісу, артықшылығы мен кемшілігін атап көрсету үшін қалыптастырушы бағалау қолданылады. Бас бармақ тәсілі арқылы оқушылар мәліметтерді жинақтаудың теориялық негіздері бойынша алған білімдерін өздері бағалайды. Гамбургер техникасы арқылы ұйымдастырылған өзара бағалау барысында сыныптастарының жұмысындағы ұтымды және келешекте жетілдіруді қажет ететін тұстар анықталады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.